Dostlarım, siz әкиятыңызға әзірме? Сәлем! Бүгінгі әкиятым Бытбылдық білән түлкі турында. Әкиятымны башлайым. Иқтибар білән тыңлағыз. Тамағы аш түлкі önünde yılап отыра екен. Бытбылдық мұны көріп сүз қатқан. Нәрсе болды сиңа түлкі дос? Күлдірейм ме, ашарыңа берейм ме, әлі қорқытайым ме өзіңні? Деген түлкі. Ярый деген аңа Бытбылдық. Көрәсің ме? Онда бір хатын қыз келе. Оның қолында 2 қабартма. Сенің қабартма ашысың келе ме? Бытбылдық ұшып тігі хатынның қошысына келіп отырған. Бұл қышны тұтып, өзімнің улама алып қойтым әлі? Деген хатын қыз. Һәм қабартмаларын жерге қойып, Бытбылдықны қуып кеткен. Түлкі шул арада қабартмаларны ашап та бітірген. Ой, тамағым туйды, деген түлкі. Қазір күлдір инде мені. Янашадагына 2 кіші жер суқалы екен. Бытбылдық алдағы абзыйның башына келіп қонған. Арттағысы құшқа таяқ білән суған дегенде. Бытбылдық ұшып та кеткен. Başı ortadan tıgağay kışkırıp жіберген. Түлкі тәгәри күле башлаған. Туйған шикілдім, әміне қазір қорқытып қара, деген ол. Бытбылдық түлкіні қуақлыққа ешіргенде, өзі үт ерткен аушылар янына ұшып кеткен. Үтлер хау-хаулап мұның артынан шапқаннар. Қуақлық янына жеткеш, олар түлкіге ташланғаннар. Түлкі күшке қашып құтылған. Аушылар кеткеш ярсыған түлкі Бытбылдықны ләктіріп алған. Сен менің башыма жетмәкші едің, деген ол. Үнді міне қазір өзіңні ашайын. Тоқтары түлкі достым, бүгін нендей күн? Қуатнаның қойсы күнінде мені ашағаныңны біліп қалайым. Деген Бытбылдық жымға деп аузын ашқан түлкі. Бытбылдық оның тішлерінен ышқынып, көкке ұшып кеткенде. Сіз де Бытбылдық кебек ауырлықлардан қорқмағыз. Бүгінге сау болыңыз!